Иә, сондай нәрсе. Кешірім өтінемін. Соны бізге көмектесіңіздерші. Тез ары қарай болмайды десеңіздер, болмайды. Ал 2 күннен кейін, менің сезімім бар, менің көңілім бар десеңіздер, онда ол бөлек әңгіме. Қымбат. Қымбат деппін ғой, Жансаяға қарап қымбат дегенім. Жансая барлығын біледі қымбат туралы, сол үшін Жансаядан сұраймыз. Негізі Жана ханым, шынымды айтсам, біз қымбат екеуміздің арамызда Нұрдәулет жайлы әңгіме болмапты. Шынымен де, просто мен әжде қатты ішім ашып ренжіп отқаны, осы қыздардың осылай ортаға шығып, ер баласына бірінші сезім білдіріп отқанына ішім ашып отыр шынымен де. Ұнайды деп. Бұл жерде сезім білдіру емес, бұл жерде кәдімгідей шындықты бар болса айту, жоқ болса айтпау ғана. Негізі мен кеше Аринаның айтқан, негізі мен әзірлетінде айтқанымда, қазір Аринаның бүйтіп ойланып отқанына мен чөта таңғалып отырмын. Адам ретінде... Сізге әзіл болды ма? Я, мен просто кішкене әзіл деп айтқам, негізі онша прям бұндай деп ойлаған жоқпын. Кішкене әзіл емес. Сосын адам ретінде ұнайды дейді да, сонда біздің қай жерімізге адам ретінде? Ойбай өзін айтып жатыр. Сізге анасары орындық бола ма? Жоқ, Арина, сен негізі сен айтқандарыңмен қалжың деп ойладым ғой. Қазір неғып майысып отырсың? Мен майысып отырған жоқ. Бүркіт ашулы, Арина. Жоқ, сен вообще жауап беріп атқан жоқсың мына жерде. Барды бар, жоқ деп айтсай. Мен жауап бердім ғой. Жоқ дедім ғой. Жоқ дедіңіз бе? Негізі, тоқта, Арина, сен негізі қатты кетіп жатқан сияқтысың. Бұл жерде Нұрдәулет ешқандай ортада қыздардың ешқайсысын таңдамайды, ол өзінің үміткерін күтемін деп жүрген бала ғой. Ал сіздің де үміткеріңіз бар ғой, иә? Менің үміткерім бар, Диана ханым. Бірақ бүгін енді жабық есік күндер, Диана ханым, негізі бүгін жабық есік деп атсыз қып, пока что бүгін жабық тұра тұрсын есік. Қымбат, Арина, мойындамайсыздар. Диана ханым. Жоқ қой. Ерасыл? Иә, мен бұл жақта енді, мына көрініс маған мынау отырған жоқ, негізі бар ғой. Нұрдәулет отырда, мұн жақта 3 қыз как будто Нұрдәулет қалаған бір таңдап алатын сияқты бір көрініс болып отырда. Мен 100% айталам, что бұл жерге еңіліктің шыққаны өте қате болды. Ол Нұрдәулетке ешқандай сезім жоқ. Олар жұп болған кезде де екеуінің арасындағы барлығы біткен, екеуі дос ретінде ғана араласады. Ал мына 2 қызды мен түсінбей отырмын, шыны керек. Сендер конкретно айтсаңдаршы, ұнаса ұнайды, ұнамаса ұнамайды деп. Онда еңілік, сіз өз орныңызға жайғасыңыз. Арина, микрофон. Енді әңгіме шығып жатыр ғой, Диана ханым. Ыңғайсыз болса да айтайын. Не айтқысы келетінін Нұрдәулет біз жарнамадан кейін көреміз.